Саламатсыздар ма? Қайырлы күн болсын баршаңызға. Бүгін біз ерекше тағам спагеттимен осылай жасайтын боламыз. Бізге ол үшін мынандай баклажан керек. Баклажанымыздың мен жартысын ғана алдым. 200 граммдай болады. Майдалап 4 бұрышты етіп тураймыз. Оны біз әдеттегіше суға салып қоямыз, тұз суға. Өйткені бізде аштысы шығу керек. Осылайша су құйып, араластырып, кейінге қойып қоям. Енді 600 грамм етімізді турап, ұзынша етіп турадым, ерекше болсын деп. Етімізді турап, дайындап, қызып тұрған майымызға етімізді саламыз. Майды өзіміздің қажетімізше құямыз. Осылайша етті салып, қатты отта әбден шытырлатып қуырамыз. Еттің үстінен осылай пиязымыз, дайындап турап тұрған пиязымыз салып қуырамыз. Енді міне тұз суға салып қойған баклажанымызды осылайша мұжып, араластырып, әбден мұжып, сығып судан аламыз. Бұл суға салған себебіміз баклажанның аштылығы шығады. Судан алып болдық, міне. Енді қуырылып атқан етіміздің үстінен алып барып саламыз. Мен баклажанды майда етіп турадым. Осылайша бір қасық томат салып, енді баклажанымызды саламыз. Үстінен қатты қуырылып атқан, міне. Баклажанды майда етіп 4 бұрыштап турадым. Өйткені мен жанұямда бала-шағам ұнатпайды. Сондықтан білінбей кетсін деп осылай турадым. Енді осылайша картоплымызды саламыз. Сопақша тураған. Соевый соусымызды құямыз. 2 қасық соевый соус құйдым. 1 литр су құйып жатырмын. Қақпағын жауып, қайнағанға қойып қоямыз. Енді жусайымызды кішкене бір жусай алып, осылайша майдалап етіп жусай тураймыз. Болгар бұрышы менде 2 дана. Ұзыншақ етіп турадым. Осылай дайындап қоямыз. Енді көк пиязымызды тураймыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша турасаңыздар болады. Мен ұзыншақ етіп турадым. Міне енді қайнап атқан подливімізге жарты қасық тұз салып дайындаймыз. Осындай кең ыдысқа су құйып, 1 қасық тұзымды салып қайнауға қойып қойдым. Енді подливіміздің үстіне жаңағы тураған жусайымыз бен болгар бұрышымызды саламыз. Мен артынан салып жатырмын, өйткені солай дәмі ұнайды маған. Сондай болып шыққан, суымыз қайнап жатыр. Осыған енді 500 грамм спагеттимізді саламыз. Спагеттилар бір-біріне жабысып қалмас үшін әбден жақсылап араластырамыз. Сондай дәмді тағам менімен бірге болып жасап көріңіздер. Енді осындай чесногымызды алып, ашып, тазалап, турап, дайындап қойдым. Міне спагеттиміз қайнап пісіп болды. Ыдысқа шығарып алып, бұны салқын сумен жуудың қажеті жоқ. Осылайша суын сорғытып алып аламыз. Енді табамызды қойып, кішкене 2-3 қасық сұйық май құйып, үстінен осындай маргаринін салып, ертіп жатырмын. Маргариніміз осылайша тұшып атқан кезде чесногын салып, осылай қуырамыз. Чесноктың иісі тамаша шығып жатыр. Енді міне үстінен спагеттимізді саламыз. Спагеттиміз чесноктың маргариннің дәмімен сондай тамаша болады. Енді 3 қасық, ас қасық соевый соусымыз құйдым. Осылайша араластырамыз.
соевый соуспен, маймен барлығы араласып, кәдімгідей қуырылу керек. Менің ыдысым тар болып жатыр. Егер кең ыдыстарыңыз бар болса, кең ыдысқа салсаңыздар болады. Соевый соусым аздау болып қалды. Тағы да бір қасықтан асық, 1,5 қасықтай құйдым. Міне спагеттиміз дайын. Ыдысымызға салып, үстінен дайын болып тұрған подливымызды құямыз. Тамаша, керемет тағамымыз дайын. Менімен бірге болыңыздар, жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған дәмді ас каналы. Астарыңыз дәмді болсын.